Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз жапон халықтарының ұзақ өмір сүру сырын айтатын боламыз. Әлем ғалымдарының зерттеулеріне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапон халқының таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларына, бронхит, ас қорыту және де басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су эс дәрумені мен калий элементтерінің қайнар көзі болып табылатын. Лимон мыңдаған дертке дауа. Лимон қосылған су иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаны қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан ас қорыту жолдарын жұмысын дұрыстайды, несепті айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қаратақтарды кетіреді, қандағы улы заттарды шығарады. С және Б6 дәрумені мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементтеріне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Аллергияға асқазандағы жарасы болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Балдың емдік қасиеті бәрімізге аян. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға тамақтан алдын 30 минут бұрын ішкеніңіз дұрыс. 1 шай қасық балды 1 стакан жылы 36-37 градустағы суға араластырып емдік ретінде ішіңіз. Сонда қан қысымы реттеледі. Жүйке жүйесі тынышталады, ағзадағы дәрумендер мен минералды заттар бай болады, ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілеттіні ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен басты радикалдан тазалайды, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.